Мен Үшкемпір Сания Ғалымжанқызы, Тараз инновациялық көпсалалы колледж студенті. Менің бизнес жобамның тақырыбы Экобокс. Бұл смарт құрылғы камера мен датчиктер арқылы қоқыс түрлерін анықтайды. Қоқысты автоматты түрде ұсақтап, дайын шикізат ретінде сақтайды. Сондай-ақ қайта өңдеуді жеңілдетіп, тазартылған шикізат тікелей қайта өңдеу зауыттарына жіберіледі. Бұл жобаның басқа жобалардан негізгі артықшылығы қазіргі заман талабына сай. Бұл құрылғының жеңілділігі қолмен сұрыптаудың ешқандай да қажеті жоқ. Қолдануға ыңғайлы сенсорлы экран мен автоматты жүйелер орналасқан. Қоқысты өңдеу арқылы табиғатқа тасталатын зиянды қалдықтар азайып, бұл ауа, су және топырақтың ластануын төмендетеді. Экология тазалығы үшін бұл құрылғы қалай жұмыс жасайды? Адам бұл құрылғыға қоқысын әкеледі. Камера қоқыс түрін таңдап, сәйкес бөлімшені ашады. Қоқыс қабылдағышқа түсіп, ұсақтағышқа езіледі. Тасымалдаушы белдеулер арқылы шикізат езіліп, тасымалдаушы белдеу арқылы шикізат жинау контейнеріне түседі. Ал контейнер толған кезде оны қайта өңдеуге жіберуге болады. Осы жобаны қолдау арқылы экологиялық тұрғыдан едәуір үлкен жетістікке жетеріміз анық. Жобаны қолдап, байтақ даламызды таза сақтауға атсалысайық.